Ал балалар, енді бізде қазақ тілі сабағы. Номер 108 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік. Мақсаты етістіктерді анықтау, тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау, берілген тақырыпқа сұрақ қойып, сұрақ жауап беру. Балалар, қазір бізде кішкене психологиялық дайындық болады. Ақ тілек деп аталады. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет десе, үйде қолдарыңды көтеріңдер. Сабаққа дайынсыңдар ма? Тамаша. Ендеше бастайық. Бас бармақты көтеріңдер, дайын болсаңдар. Балалар, өткен сабақта да біз етістікті өткенбіз. Енді соны бекітіп көрейік. Қазір маған голосовоймен 5 етістікке мысал келтіріп айтасыңдар әрқайсыларың. Енді балалар, оқулыққа көшейік. Оқулықтың 76 бетін ашыңдар. 76 бетте 15 жаттығу бар. Мақта туралы мәтін. Мәтінге қазір сұрақ дайындайсыңдар. Мәтін не туралы екенін айтасыңдар. Ол үшін сендер алдымен мәтінді оқып алыңдар. Оқып болған соң, астындағы тапсырмаларын оқып, сұрақтарыңды маған қоясыңдар. Келесі орындайтынымыз балалар бізде 16 жаттығу. 16 жаттығуды орындау үшін дәптердің 60 бетін ашамыз. Жұмбақты көркем жазып, шешуін тап. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Сол кезде ой қуалап, бәйшешек өнеді. Жауабын жұмбақтың астына жаз. Ол жерде етістіктерді тауып, астынсыз. Және де ауызша етістіктер қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Келесі орындайтындарыңыз оқулықтың 77 бетіндегі 17 жаттығу. Оқы. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Сөздіктен іздеп отырып, бізде сөздікті білесіздер, оқулықтың соңында бар. Осы сөздердің синонимдерін табасыңдар. Яғни мағынасы жуық сөздер. Мысалы, үлгісі тұр. Сыйлау – ол құрметтеу. Ал кездесуді тағы қалай басқа сөзбен айтуға болады? Соны жазасыздар. Ұялуды, екінші балама сөзі, үркіту, синоним сөзі. 17 жаттығуды орындап болған соң, 18 жаттығуға көшеміз. Балалар, суреттерге мұқият қараңдар. Кім інісін киіндірді? Кім өзі киінді? Осы мәтін туралы өз ойыңды қысқаша айтасыңдар. Яғни бұл ауызша тапсырма болады. Дәптерге жазсаңыздар да болады, ерінбесеңіздер. Осы екі сұрақтың жауабын екі жол тұр екен, сол жерге жазсаңыздар болады. Ал бүгінгі үй жұмысы ол 19 жаттығу. Бұл жерде түсіндіріп өтейін. Сыныпта оқушылар ауаның қасиеті тақырыбында тәжірибе жүргізді. 3 майшамды жағып, үстел үстіне қойды. Оның біреуін жарты литрлік банкамен, екіншісін 2 литрлік банкамен жапты, үшіншісін ашық қалдырды. Сен қалай ойлайсың? Алдымен қай майшам сөнеді? Оның себебі неде? Ауаның қасиеті тақырыбында әңгімелеу мәтінін құрап жаз.
Жақсы балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді рефлексия ағашына көшейік. Сабақ саған қызықты болды ма? Ұнады ма? Тапсырмаларды өз бетіңмен орындай алдың ба? Екінші бөлігі саралма. Маған сабақ ұнады, бірақ аздап қателер болды. Маған мұғалім мен оқушылар, яғни басқа балалар чаттан көмектесті. Үшінші жасыл алма. Маған сабақ қиынырақ болды. Мен тапсырмаларды бірақ орындадым. Осы үшеуін таңдап, кері байланысты аудио жазбамен жаза берсеңдер болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.